Баршаңызға сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздермен өзімнің арнамда дәл осы алдарыңызда тұрған бұл бізде без глютен закваскалар, яғни табиғи ашытқы. Бұл табиғи ашытқыларын біз тек қана без глютен ұндарына ғана қолданатын боламыз. Одан басқа ұндарға қолдануға мүлдем болмайды. Без глютен, яғни глютенсіз ұндарды сіздер жақсы білесіздер. Олар бізде дәндерден жасалған ұндар болып табылады. Яғни мынау бізде осы сұйық түрі закваскамыздың, ал мынау қасындағылары құрғақ түрі. Дәл осы құрғақ түрін үй жағдайында сұйық түріне қалай айналдыру жайында, оны ары қарай қалай дамытып нанға пайдаланамыз, мен сіздерге соны көрсетіп айтып беретін боламын. Яғни сіздер дәл қазір осы мен видеомды көріп отырсаңыздар, менің осы құрғақ закваскамды сатып алып келген боласыздар. Осы заквасканы алғаннан кейін ары қарай қалай оны дамытамыз, үй жағдайында қалай оны көбейтіп аламыз. Қазір мен сіздерге көрсетемін. Ең алдымен менің каналыма тіркеліп қоңыраушаны басып қойыңыздар, менің салған видеоларым сіздерге бірінші болып шығып тұру үшін. Ал енді кеттік. Менен алған осындай бір құтыларыңызды сіздер бірден барлығын пайдалансаңыздар да болады, немесе тек қана жартысын ғана алып көбейтіп шығарылсаңыздар болады. Себебі әр ұнның құрамы әртүрлі болғандықтан кейбір кісілерде бірден жасағаннан шықпай қалуы мүмкін, кейбір кісілер құртып алуы мүмкін. Сол себепті де сақтандыру шараларын сақтай отырып, егер бір-ақ құты алған болсаңыздар, соның жартысын ғана пайдалануға мен сіздерге кеңес беретін боламын достар. Мінекей, тең жартысын дәл осылай салып алатын боламыз. Бөлек ыдысқа дайындаймыздар. Ыдысымыз таза болу керек, қолымызда міндетті түрде таза болу керек. Ешқандай крем, ешқандай май жағылмаған болсын, достар. Бізде бұл дәл осы сухой түрі закваскамыздың жылдар бойына тұра береді. Бұл қай жерге сақтасаңыздар да, бөлме температура болсын, немесе холодильник болсын, дәл осылай қойып қойсаңыздар, бұзылмайды, сасымайды, ешқандай да срогы өтпейтін болады. Ал ендеше біз бөлек ыдысқа салып алдық. Жартысын, енді осының үстіне қайнамаған, яғни бөлме температурасындағы, крандағы болсын, салқын суымызды алып құятын боламыз. Ең алдымен мынау кеуіп тұрған ашытқымызды біз жібітіп алуымыз керек. Осындай 20 грамм ашытқымызды салып, соның үстіне 20 грамм суымызды құйып, жібітіп аламыз дәл осылай. Енді осы араластырып алған ашытқымыздың үстіне салқын суымызды құятын боламыз. Салқын су қайнамаған болу керек. Закваска бізде қайнаған ыстық суды ұнатпайды, достар, естеріңізде болсын. Бізде 20 грамм ашытқы болса, үстіне 1-1 20 грамм немесе 30-50 граммға дейін салсаңыздар болады суды. Дәл осылай салып, араластырып жібереміз, жақсылап. Енді осының үстіне ұнымызды салатын боламыз. Ұнды менде күріш ұнынан жасалған закваска. Өздеріңіздің қалауларыңызша басқа да ұндармен осылай шығарып закваскаларыңызды жасап алсаңыздар болады. Немесе жасыл гречка болсын, жасыл гречкаға да жақсы шығады. Менде күріш ұны, осы күріш ұнынан енді 30 грамм су құйсақ, осының үстіне 30 грамм ұнымызды саламыз. Яғни 1-1 пропорциямен жұмыс жасайтын боламыз. Тез көтерілу үшін бізге дәл осылай 1-1 пропорция керек, достар. Енді осыларды жақсылап араластырамыз, достар. Құрамында ешқандай да түйіршік болмауы керек. Жақсылап шәймендеп отырып араластырып алатын боламыз. Енді осы дайын болған ашытқымызды осындай үйдегі жіңішке ыдыстарыңызды тауып, кез келген су ішетін бокал болсын, бутылка болсын, кез келген дәл осындай жіңішке ыдыс болсын, соған осы ашытқыларымызды салатын боламыз, достар. Бізде бұл ашытқылар өте жіңішке ыдыстарды өте қатты жақсы көреді. Сондай ыдыстарда өте жақсы дамиды, достар. Сол себептен де барынша осындай жіңішке ыдыс тауып беруге тырысыңыздар. Закваскаларыңыз сол кезде жақсы көтеріліп дамитын болады.
ыдысымызға салып біркелкі етіп барлығын ұрып шығатын боламыз. Дәл осылай. Одан кейін барып үстін жақсылап осындай пленкамызбен аузын жауып қоямыз. Ауа кірмеуі керек. Дәл осылай жапқаннан кейін бөлме температурасына 24 сағатқа дейін қалдыруға болады, достар. Егер 24 сағаттан оға дейін жетпей 12 сағат аралығында көтеріліп жатса, тіптім жақсы. Бірақтан да міндетті түрде жылы жер тауып беріңіздер. Ал мен бетін жауып 24 сағатқа қалдыратын боламын. Мінекей достар, менікі 24 сағатқа жетпей 12 сағат аралығында өз бойынан бір есе көтерілді. Сіздерге ескертіп қояйын, бізде бұл глютенсіз закваскамыз, бізде пшеничный закваска сияқты өз бойын 2-3 есе көтеріп, асып тасымайды, достар. Бұл тек қана өз бойынан бір есе немесе 1,5 есе көтеріледі. Менікі бір есе көтерілген. Мінекей, енді осыны тағы да ыдысымызға салып алатын боламыз. Тағына үстіне суымызбен ұнымызды салып, тағы да араластыратын боламыз. Мінекей, біздің ашытқымыз 60 грамм ашытқы болды. Енді осының үстіне 60 граммдай салқын суымызбен ұнымызды салатын боламыз. Егер сіздерге де бұдан да көп закваска керек болып, көп закваска көбейткілеріңіз келсе, осының үстіне 1 есе, 2 есе, 3 есе пропорциямен тамақтандырып сала берсеңіздер де болады, сумен ұнды. Бұл сіздерде активный закваска болғаннан кейін қанша ұн мен суды салсаңыздар да көбейе береді, достар. Енді барлығын жақсылап араластырып алатын боламыз. Құрамында ешқандай түйіршік қалмауы қажет. Енді осының үстіне ұнымызды салатын боламыз. Мен бұл жерде 1-ге 2 есе пропорция, яғни 60 грамм закваска болса, 120 грамм су, 120 грамм ұн салып жатырмын. Яғни 1-де 2-де 2 пропорция, достар. Маған көп закваска керек болғаннан кейін мен дәл осылай көбейтіп жасап жатырмын. Егер де сіздерге бұндай көп закваска керек болмаса, 60 грамм закваскаға 60 грамм су, 60 грамм ұн салып араластырсаңыздар да болады. Немесе 30 грамм заквасканың өзіне 60 грамм су мен ұн салып көбейтсеңіздер де болады. Барлығын енді жақсылап араластыратын боламыз. Мінекей, достар, ашытқымызды жақсылап араластырдық. Енді осыны бөлек таза ыдысымызға салып, бетін жауып қойып қоятын боламыз. Бөлме температурасында 8 сағатқа дейін немесе 12 сағатқа дейін созылуы мүмкін. Әркімде әр қалай жүру процесі. Біз бұны қалай, қашан нанға пайдаланамыз деген сіздерде сұрақ болуы мүмкін, достар. Бізде бұл құрғақ түрі болғаннан кейін құрғақ түрін дәл осылай 2 рет тамақтандырып, өз күшіне кіргізіп алуымыз керек. Яғни бактерияларымызды тірілтіп алуымыз керек. Дәл осылай. Біріншісінде тамақтандырдық, оны қайтадан, екіншісінде тағы да тамақтандырдық. Мына бізде уже екінші тамақтандыруымыз, достар. Енді осы көтерілгеннен кейін барып, барлығын нанға пайдалана берсеңіздер де болады. Және де әр нанға пайдаланғаннан кейін осы заквасканың түбінен келесі нанға алып қалып отырасыздар. Ол келесі нанға алып қалған ашытқыны да дәл осылай үстінен 1-ге 1 ұн мен суды салып тамақтандырып холодильникте сақтайтын боламыз келесі нанға дейін. Холодильникте тұра береді уже. Мінекей, достар, дәл осы ыдысқа салған ашытқымызды бөлме температурасында 8 сағатқа дейін немесе 12 сағатқа дейін бөлме температурасында қалдыратын боламыз. Мінекей, достар, менің ашытқым көтеріліп, уже астына қарай төмен түсіп жатыр. Егер сіздер нанға пайдаланатын болсаңыздар, ашытқыларымыздың жоғары көтерілген сәтінде нанға пайдаланып үлгеріңіздер. Егер де дәл осылай төменге түсіп кететін болса, қайтадан тамақтандырып барып нанға пайдаланасыздар. Төмен түсіп кеткен ашытқыдан нан ашытуға илеуге болмайды, достар. Достар, менің видео рецептім осымен соңына да жетті. Сіздерге барлығы түсінікті болды деген ойдамын. Егер түсінбеген жерлеріңіз болса, комментарийге астына сұрақтарыңызды қалдырып кетіңіздер. Мен сіздерге міндетті түрде жауап беретін боламын. Ал мен сіздермен келесі осындай рецепттермен кездескенше қоштасамын.